Жалпысы бүркітшіліктің қауіпшілігі ол табиғаттың да несі емес, адамның балаға нәрсені ұқтыруына байланысты. Содан кейін салт дәстүр немелетеді, жалғасады. Біз дәстүрімізді жоғалтпау үшін, бір-біріне келешекке дамыту үшін мен қазір тұсқа балама үйретіп жатырмын. Мен Қарагөздің жасындағы кезімде ата-анамнан бүркітші болуды сұрасам, рұқсат етпеуші еді. Ол кезде тек ер адамдарға істеуге саналатын. Қазіргі кезде қыз балаларға бүркітші болу оңай. Менің үш бүркітші қыз досым бар, бірақ тағы да басқа бүркітші қыздар болуды қалаймын. Сондай-ақ салт дәстүрді мыңдаған жылдары жалғастыру үшін